Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін Binance'ның екінші сабағын бастаймыз. Екінші сабақта арбитраждағы терминдер туралы айтатын боламыз. Терминдерді сіздерде келесі жолы сабақтар түсінікті болу үшін жасап отырмыз. Арбитражда терминдер өте көп. Біріншісі ол бізде спред болып саналады. Спред дегеніміз, сіз мысалы Binance'дан 460-тан доллар алдық дейік. Оны сіз Bybitке саттыңыз 465-тен. Сонда 5 теңге пайда болып тұр. 5 теңге пайда болып тұр. Оны процентке салсаңыз, сізде 5 теңге процентке салсаңыз, сізде 1,1% шығады. Яғни спредіңіз 1,1%. Бұл енді таза емес спред болып саналады. Таза спред деген осы 1,1%-дан сіз комиссияңызды және де тағы да шығындарды алып тастайсыз. Сол кезде сізде примерно 0,8-0,7% шығады. Сонда сіздің таза спредіңіз 0,7-0,8% болады. Яғни сіздің пайдаңыз спред деп аталады. Енді бізде фиат деген бар. Фиат дегеніміз ол мемлекеттік ақша болып саналады. Яғни сіздің қолыңыздағы теңгеңіз немесе долларыңыз қолыңызға таза ұстай алатын, мемлекет бөлінген немесе цифровой Каспи банкте, халық банкте жатқан ақшаларыңыз ол сізге фиат болып саналады. Ол криптовалюта болмайды. Криптовалюта ол USDT, биткоиндер криптовалюта болса, фиат деген сіздің нағыз мемлекет шығарған ақша фиат болып саналады. Биржа дегеніміз, яғни биржа, Bybit, Binance, тағы да басқа биржалар жатады. Ол сізге осы сатудың бір гарант болып саналады. Яғни осының платформалар сізге гарант болып саналады. Оларды биржа деп атайсыз. Ал енді дроп дегеніміз, дроп дегеніміз ол өзінің сол кісінің паспорт арқылы сіз өзіңізге Binance платформасын биржаларда ашуға немесе Каспи басқа банктерді ашуға көмектесетін адам болып саналады. Ол дроп Ресейдің адамы немесе Қазақстанның адамы болуы мүмкін. Сол елдің сізге банктарын ашып беретін адамды дроп деп атайды. Енді ордер дегеніміз ол бізде осы тұрған адамдар, осы жерде сіз адам атын көріп тұрсыздар. Несін көріп тұрсыздар? Сіз объявление шығарасыз. Объявление шығарып болғаннан кейін сізге басқа адамдар купить деп басады. Ол сізге осы ордера деген жерге заказ түседі. И сол заказдың бәрі ордер болып саналады. Яғни қысқаша айтқанда заказдардың бәрі сізге ордер деп аталады. Мысалынан бәрі маған түскен заказдар осыны ордер деп атайды арбитраждан. Осының бәрі ордер. Енді бізде екіншісі бізде связканың түрлері. Связканың түрлеріне келетін болсақ, оны соңынан қалдырайық. Енді бізде объявление. Объявление дегеніміз не? Объявление ол бізде биржаға кірген кезде сіздер осындай адамдар тұрады. Осы жерде мысалы адамдардың USDT топ М деп тұр. Осы мейкердің аты осы USDT топ деген. Ол аты, қанша ордер болғаны және де қаншаға сатып атқаны, қанша USD сатып атқаны, қандай сумма сатып атқаны, қандай банкпен жұмыс жасайтын шығып тұр. Осы бір объявление. Осының бәрі объявление болып саналады. Осыны шығарып тұрған мейкерлердің шығарып тұрған бәрі осы объявление болып саналады. Яғни сіз де өзіңіз объявление шығара аласыз, подробнее басасыз, новое объявление басасыз. Сол кезде сіздің де атыңыз осы жерге шығып тұратын болады. Мейкер, тейкер. Енді мейкер, тейкерлетін болсақ, ол объявление шығарып тұрған адамның бәрі мейкер болады. Яғни ағылшын тілінде make деген сөзден шыққан, жасау деген сөзден шыққан. Яғни объявление шығарған адамның бәрі мына жақта мейкер болып салады. Купитте тұрған мейкерлер және де продать тұрған бәрі осының бәрі мейкер болып тұрады. Енді тейкер деген ол купит деген кнопканы басқан адамдардың бәрі тейкер болып саналады. Яғни орысша айтқанда тыкать дейді ғой, купить деп басып алатындардың бәрін тейкер деп атайды. Енді блокировка T+1 дегеніміз ол бізде біріншісі біз мерчант айтып берейік. Мерчант дегеніміз ол бір осындай сары кнопкасы бар адамдардың бәрі мерчант болып саналады. Олар өзінің бір преимущество болады кісілердің, яғни оларда комиссия аз болады, және де апелляция берген кезде плюстары болады, апелляция комитетінің поддержкаларынан плюс болады, және де Т1 плюс блокировка түспейді. Енді Т1 плюс блокировка дегеніміз не? Ол Т1 плюс блокировкаға мерчанты жоқ адамдардың бәрі Т1 плюс блокировка түседі. Ол қай кезде түседі? Сіз осы жерге объявление шығарасыз,
продайтқа объявление шығарған кезде сіздің счетыңыз неге түседі, заморозка түседі. Продать деп объявление шығарасыз ол жерге, новый объявление басасыз, я хочу продать дегенді басасыз, сосын ол жерге объявление шығарып қоясыз. Сосын тайкелер келіп сізге өзінің долларларын сатады. Долларын сатып болғаннан кейін сіздің доллар счетыңызға түседі, түскеннен кейін ол заморозка түседі 24 сағатқа. Сіз оны ешқайда шығарамайсыз, 24 сағат Binance'ның ішінде жатады. T+1 деген сол, яғни тейкер плюс бір күнге блокировка деген сөз. Яғни сіздер тейкерлер сізден сатып алғаннан кейін сіз бір күнге блокировка, заморозкаға ақшаңыз келеді. Яғни бүкіл терминдерін түсіндірдім деген ойдамын. Енді связканың түрлеріне келетін болсақ, связка дегеніміз ол бізде связка өзі бөлінеді. Классический связка бар, международный связка бар, межбиржовой деген бар. Ең бірінші межбиржовой керек. Межбиржовой бізде екі биржаның арасында болатын связкалар атады. Яғни сіз Bybit'тен 466 лирадан алып, Binance'дан 466 лира юлден алып, Bybit'ке ол жерге $1.5 немесе жәнегі 480-нен сатсаңыз, ол межбиржовой связка болады. Және де межбиржовой связканың тағы да екінші түрі бар, криптовалютамен, яғни сіз Bybit'тен биткоин немесе лайткоин сияқты алып, оны осы Bybit'ке саласыз. Онда межбиржовой связканы деп атауға болады. Енді бізде классика бар. Классика ол бізде осы Binance'ның ішінде немесе Bybit'ның ішінде жүргізіледі. Кешірім сұраймын. Осын сіз ең арзан көресіз. Мысалы суммаңыз миллион болады. Миллионға сіз 466.98-ден аласыз да, оны ол жерден Каспийбанктан 468.27-ден сатасыз. Ол өзі уже классический связка болып саналады. Яғни осы Binance'ның ішінде бір банктен алып, басқа бір банкке сату, ол бізде классический болады. Яғни арзан банктан доллар аласыз да, оны қымбат сатсаңыз, ол бізде классический связка болады. Международный дегеніміз, ол мысалы Қазақстаннан аласыз, 468.27-ден аласыз да, оны басқа елге сататын боласыз. Мысалы, евроға сатасыз. Евроға сатсаңыз, сізде уже ол межбиржовой связка болады. Яғни Қазақстаннан алып, басқа елге шетелге сатқан, ол бізде международный связка болып саналады. Бүкіл терминдерді түсіндірдім деген ойдамын. Бұйырса ертең тағы да сабағымызды жалғастырамыз.